Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді, жеңіл салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қозғырық, кириешки, жүгері, қияр, қызанақ және ірімшік қажет болады. Алдымен қызанағымызды осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай орташа көлемде турап шығамыз. Дәл осылай қиярымызды да турап шығамыз. Елу грамм ірімшігімізді төрт бұрышты етіп турап, оның үстіне саламыз. Міне осылай үстіне салғаннан кейін, енді оған қозғирығымызды, туралған қозғирығымызды саламыз, және оның бетіне тәтті жүгерімізді саламыз, және оның бетіне кириешкемізді салып, шым-шым тұз қосып, майонез құйып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің салатымыз да дайын болды. Қазір дәмін көреміз. Дәмі өте керемет. Сіздерге де кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Және подписация бөліміндегі қоңырауша белгішесін басып қойсаңыздар, менің каналымнан түрлі рецептерді көре алатын боласыздар. Ас болсын!